Барша қазақстандықтар тезірек көріңіздер. Сәлеметсіз бе, қымбат көрермен? Арнамызға қош келдіңіз. Әлемде Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарына біліп отырыңыз келсе, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. 21 тамызға арналған ауа райы болжамы. Оңтүстік және батыс Қазақстанда ыстық ауа райы сақталады. 21 тамыз жұма күніне арналған бүкіл Қазақстан бойынша ауа райы болжамы Қазгидромет сайтында жарияланды. Астанада аспан бұлтты, жауын-шашынсыз, желдің жылдамдығы 3-8 миллисекунд. Түнгі температура 7-9 градусқа дейін, ал күндіз 21-23 градусқа дейін болады. Алматыда аспан бұлтты, жауын-шашынсыз, түнгі температура 20-22 градусқа дейін, күндіз 30 градустан 32 градусқа дейін болады. Шымкентте аспан бұлтты, жауын-шашынсыз, түнгі температура 19-21 градусқа дейін, күндіз 35-37 градусқа дейін болады. Ақтауда аспан бұлтты, жауын-шашынсыз, желдің жылдамдығы 9-14 миллисекунд. Түнгі температура 21 градустан 23 градусқа дейін, ал күндізгі температура 30 градустан 32 градусқа дейін болады. Ақтөбеде аспан бұлтты, жаңбыр жауады, найзағай ойнайды. Түнгі температура 20 градустан 22 градусқа дейін, күндізгі температура 30 градустан 32 градусқа дейін болады. Атырауда аспан бұлтты, жауын-шашынсыз, түнгі температура 22-24 градусқа дейін, күндізгі температура 35 градустан 37 градусқа дейін болады. Жезқазғанда аспан бұлтты, жауын-шашынсыз, түнгі температура 15-17 градус, күндізгі температура 26-28 градусқа дейін болады. Қарағандыда аспан бұлтты болады. Түнгі температура +8-10 градус, күндізгі температура 23-21 градус болады. Көкшетауда аспан бұлтты, жауын-шашынсыз, түнгі температура 9-11, күндізгі температура 22-24 градус болады. Қостанайда аспан бұлтты, жауын-шашынсыз, түнгі температура 10-12, күндізгі температура 27-29 градус болады. Қызылордада аспан бұлтты, жауын-шашынсыз, күндізгі температура 33-35, түнгі температура 21-23 градус болады. Павлодарда бұлтты, жаңбыр, найзағай ойнайды. Түнде температура +11-13 градусқа дейін, күндіз 21-23 градусқа дейін жетеді. Петропавлда аспан бұлтты, жауын-шашынсыз, түнде температура 9-11 градусқа дейін, күндіз 23-25 градусқа дейін жетеді. Семейде аспан бұлтты, жауын-шашынсыз, найзағай ойнайды. Желдің жылдамдығы 5-10 миллисекунд. Күндізгі температура 10-12, түнгі температура 20-22 градусқа дейін болады. Талдықорғанда аспан бұлтты болады, жауын-шашынсыз. Түнде ауа температурасы +11-13 градусқа дейін, күндіз +28-30 градусқа дейін болады. Таразда аспан ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде ауа температурасы 17-19 градусқа дейін, күндіз 31-33 градусқа дейін болады. Түркістанда аспан ала бұлтты, жауын-шашынсыз, желдің жылдамдығы 8-13 миллисекунд болады. Түнде ауа температурасы 18-20 градусқа дейін болады, күндіз 35-37 градусқа дейін болады. Оралда аспан ала бұлтты, жауын-шашынсыз, түнде температура 15-17 градусқа дейін, күндіз 30-32 градусқа дейін болады. Өскеменде аспан ала бұлтты, жаңбыр жауады, найзағай ойнайды. Түнде 13-15 градусқа дейін, күндіз 21-23 градусқа дейін болады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз.